Турист шөл далада адасып кетті және онымен өте қауіпті ойынды ойнағысы келетін бір топ баланы кезіктірді. Жақсылап жайғасып алыңыздар, өйткені алдыда сіздерді өте қорқыныш. Үсті басы лас кішкентай бала шөл далада серуендеп жүр. Саусаққа қатты ұқсайтын бірдемені кеміріп, анасын шақырады. Шөл даладан жеңіл автокөлік пайда болады. Одан камерасы мен сөмкесі бар жас жігіт шығады және жаңа аймақтарды зерттеуге шығады. Бұл Алан Стоун есімді америкалық турист. Тамақтанып алғасын ол жартастарда демалады және аспанға қарап жатыр. Күннің тұтылуы басталады. Алан штативке камераны орнатады да бірнеше керемет суреттерді жасайды. Бұдан кейін ол өзінің саяхатын жалғастыра отырып, шөл даладан балақайды табады. Бала адасып кеткенін айтады және Аланнан оған ата-анасын табуға көмектесуін өтінеді. Мейірбан турист әрине келіседі және баланың соңынан ереді. Олар бірге маңайды кезіп жүр. Бір кезде бала Аланнан ішетін су сұрайды. Содан кейін оны итеріп жібереді де әрі қарай қашып кетеді. Түнге қарай ер адам адасып кеткенін түсінеді. Оның үстіне ода суы таусылып қалды. Бұл жерде байланыс жоқ, сондықтан көмек шақыра алмайсың. Алан жартастардың арасында көз іліп алуды шешеді. Ол қатты жаурап жатыр, өйткені ол өзімен бірге жылы заттарды алмап еді. Кенет біздің кейіпкер әлдебір шуды естиді және терең сайлардың бірінен кішігірім үйшікті көреді. Ер адам біреу тастап кеткен арқан баспалдақпен төменге түседі. Үйшікке жетеді де есікті қағады. Оған ешкім ашпайды, дегенмен есік құлыптаулы емес және Алан ішке кіреді. Ол жерден ол сымбатты жас әйелді табады және ханым оны кешкі асқа шақырады. Турист келіседі де үстелге отырады. Үйшіктің қожайыны оның алдына табақты қояды, бірақ тамақ онша тәбетті көрінбейді және Алан өзінің үлесінен бас тартады. Ол бір шыны аяқ суды сұрайды. Әйелге қонақжайлығы үшін алғысын білдіреді де оның үйінде ұйықтап қалады. Таң атады. Әйел ұйықтап жатқанда біздің кейіпкеріміз үйден білдіртпей шығып кетеді. Бірақ мәселе бар. Кеше ғана осында болған арқан баспалдақ бір жаққа жоғалып кетіпті. Көп ұзамай Алан оны бәрібір тауып алады, бірақ ол тым жоғарыда салбырап тұр. Біздің кейіпкеріміз бұл жерден ешқалай шыға алмайтын сияқты. Сонда ер адам камерасын алады да бірнеше фотосурет жасайды. Олардың кейбіреулері кішкене қорқынышты көрінеді. Үйшіктің қожайыны оянады және Алан оған сынған шатырды жөндеуге көмектеседі. Әйел оның баспалдағын әлдекімнің алып кеткенін айтады, бірақ оны міндетті түрде қайтарады. Бұл қалыпты жағдай және алаңдауға негіз жоқ. Алан қисық өрмен көтеріліп, мына сайдан шығуға тырысады. Бірақ мұндай тапсырманы тек арнайы жабдықтары бар кәсіби альпинист қана орындай алады. Әйел өзінің қонағына шешінуді ұсынады. Ол оның киімдерін жуып бергелі жатыр. Бастапқыда ер адам бас тартады, бірақ сосын бәрібір лас көйлегін шешеді. Түн батады. Алан ешқалай ұйықтай алмай жатыр. Ол үйшіктен шығады да жан-жағына шарасыздықпен қарайды. Ал таңертең қожайынның заттарының арасынан оның шығып кетуіне көмектесетін әлденені іздейді. Ер адам балға мен арқанды пайдаланады. Алайда жоғарыдан әлдекімді байқайды да төменге қарай тайып кетіп иесін жоғалтады. Алан өзіне түн ортасында келеді және ауырсынудан айғайлайды. Сөйтсе ол өзінің балғасына құлапты және ауыр жарақат алған. Үйшіктің қожайыны оны құтқаруға келеді. Бірнеше күнді есін жоғалтқан Алан оның үйшігінде өткізеді, бірақ сосын ақыры өзіне келеді. Ер адам әйелден оны мына жерден шығаруын өтінеді және оның кесірінен осы жерде қалып қойған үшін оған ұрсады. Үйшіктің қожайыны оған қамқор болуға уәде береді, бірақ біздің кейіпкерімізге мұндай қамқорлықтың керегі жоқ. Оның үстіне мұндай өмірдің. Алан өзін құдды қақпанға түсіп қалғандай сезініп айғайлайды, жылайды және боқтайды. Кенет жоғарыдан біреулердің дауыстары естіледі. Бұл бірнеше жасөспірім. Қандай ғажайып, олар оған көмектесуге уәде береді де бір жаққа кетіп қалады. Алан көлеңкеде өзінің құтқарушыларын күтіп отыр. Ол өзінің құжаттарына мұңая қарайды. Жасөспірімдер оралады да ер адамға арқан лақтырады. Олар оған өзін байлауға кеңес береді және жоғарыға тартып шығаруға уәде береді. Алан мұны жасайды және жасөспірімдер оны ақырындап жоғарыға қарай тартады. Алайда қандай да бір сәтте олар мұны жасауларын доғарады да бір жаққа кетіп қалады. Алан жартастың ортасында арқанға ілулі күйінше қалады. Төніп тұрған күннің ыстығынан оның жағдайы нашарлай бастайды және ол қандай да бір уақытқа есін жоғалтады. Біздің кейіпкеріміз оған бірдеменің құйылып жатқанынан есін жияды. Шамасы жасөспірімдер оның үстіне сыйып жатқан сияқты. Олар көңіл көтеріп, мына бейшараны қорлау әдісін кімнің ойлап табады екенін күтуде. Алан үйшіктің қожайынынан оған көмектесуін өтініп, жалбарынады. Арқан тым қатты шайқалады және біздің кейіпкеріміз жартасқа басымен қадалады. Әйел пайда болады да қатыгез жасөспірімдерді қуып жіберуге тырысады. Ол кезекті мәрте Аланды құтқарады. Ер адам өзіне түнде келеді және ауырсынудан айғайлайды. Ол үйшіктен шығады да жерге құлап дұға ете бастайды.
Әйел де үйден шығады және бұл бұзақылардың іштері пісіп жүрген қарапайым жас өспірімдер екенін айтады және олар көңіл көтерудің кез келген жолын іздейді. Бірақ тек бұл жігіттер сүйкімді балақайларға онша ұқсамайды. Жаңа күн келеді. Әйел Аланды тамақтандырады да оған жаңа киім сыйлайды. Бұл ер адамның өлшеміне сай емес, бірақ үйшіктің қожайыны оны жиектеп беруге уәде береді. Біздің кейіпкеріміз өзінің тағдырына мойынсұнады. Зұлым жас өспірімдер күтпеген жерден оған жартастан бірнеше пайдалы бұйымдарды түсіреді. Олардың арасында тіпті 2 тауық та бар. Сонымен қатар виски бөтелкесі мен шоколад та. Тауықтардың біреуі бірден сорпаға салынады, ал екіншісі жұмыртқа келетін болады. Кешкі ас үстінде Алан үйшіктің қожайынынан оның өмірі туралы сұрайды, дегенмен ол оған жауап қайтармайды. Сонда біздің кейіпкеріміз сыртқа шығады және оған әлгі құтырған жас өспірімдер шабуылдайды. Алан үйшікке қолындағы балғасымен оралады және әйелден оған бұл жерде не болып жатқанын түсіндіріп беруін талап етеді. Мұның орнына ол өзінің көйлегін шешеді, шаштарын жайып, біздің кейіпкерімізге нәзіктікпен қарайды. Ер адам оны құшағына алады және жылайды. Таң атады. Алан киімдерін киеді де үйшіктен шығады. Ол іс жүзінде түрмеде өмір сүретін үшін тағы да шарасыз күйге түседі. Бірақ сосын өзіне өмір сүру үшін күш тауып, тіпті кішігірім бақша отырғызады. Ұлдардың бірі Аланға басқаларына қарағанда жақсы қарайды. Ол онымен әңгімелеседі. Содан кейін ер адамға бір бума сағыз лақтырады және тіпті оған коланың бөтелкесін тауып әкелуге уәде береді. Біздің кейіпкеріміз құмнан алтын неке жүзігін және тот басқан кілттерді тауып алады. Кешкісін үйшіктің қожайыны Аланға өзінің әжесінің портретін көрсетеді және оған жүкті екенін мойындайды. Ер адамды мұндай жаңалық нағыз шоққа түсіреді. Алан оны жай ғана пайдаланғандарын сезеді. Күндіз ол кішкентай бақшасындағы өсімдіктердің солып қалғанын көреді. Шамасы оларды қарғалар жұлып тастаған сияқты. Үйшіктің қожайыны оларды қайта отырғызуға тырысады. Түнде Алан тағы да ұйқысыздықтан зардап шегеді. Ал күндіз уақытты қалайда өлтіру үшін, әрі өзінің физикалық жағдайын қалпына келтіру үшін жүгіреді. Жоғарыдан ысқырық естіледі. Бұл әлгі оған кола әкеліп беруге уәде берген жас өспірім. Балақай оның аты Лепус екенін айтады және оның жасы 12-де. Алан жігіттен оған арқан әкеліп беруін өтінеді және оны өзімен бірге әкетуге уәде береді. Өкінішке орай, бірден үлкенірек жас өспірім пайда болады және Лепусты алып кетеді. Үйшіктің қожайыны Аланға оның жаралары жазылайын деп қалғанын айтады. Әйел өзінің сәбиінің туылуын тағатсыздана күтіп отыр. Алан мұндай өмірді армандамағанын мойындайды. Оның мұхитта шомылғысы келген, әлемді көруді және түптің түбінде чизбургер жеуді қалаған. Бірақ әйел мұның тіпті не екенін де білмейді. Ол өмірінде бір ретте болсын шөлдаладан шығып көрмегенін мойындайды. Ер адам сөмкеден камераны табады және оған өзінің суреттері мен бейнежазбаларын көрсетеді. Түнде Алан тағы да ессіз жас өспірімдердің қатысуымен түс көреді. Таңертең әйел үйшіктен шығады да қатты айғайлайды. Сөйтсе жас өспірімдер Аланның бұл жерден қашып кетуіне көмектеспек болған үшін Лепусты жайратып салыпты. Әйел жүйкелене айғайлап, Лепус оның туған ұлы екенін айтады және ол Аланның кесірінен мерт болды. Ол ағаш тақтайды алады да біздің кейіпкерімізге шабуыл жасайды. Енді Алан торда өмір сүреді және тура ит секілді тостағаннан тамақтанады. Шамасы ол мұнда бір аптадан астам уақытты өткізген сияқты. Біздің кейіпкеріміз темір есіктерді қағып жатыр. Жартастың шетінде әлгі жас өспірімдер тұр. Олар кетіп қалғасын ол жерден сары күртешедегі қыз пайда болады. Ол да турист секілді. Ер адам одан әлдекімді көмекке шақыруын өтініп жалбарынады. Қыз кетіп қалады, бірақ қайта оралуға уәде береді. Біз үйшіктің қожайынның іші айтарлықтай үлкейіп кеткенін көреміз. Көп ұзамай оның сәби босануы керек. Өкінішке орай нәзік турист қызды жабайы жас өспірімдер тауып алады. Енді Аланды ешкім құтқара алмайды. Ер адам шарасыздықтан өкіреді. Осы сәтте ол жабайы жыртқышқа ұқсап кетеді. Түнде барлық жас өспірімдер жартасқа оралады. Ең кішкентай балақай Аланның торына жақындайда оған шабдалыны созады. Ер адам сыйды қабыл алады да тағы да жылайды. Бұл уақытта үйшіктің қожайыны жас өспірімдермен бірге қандай да бір қараңғы рәсімді жасайды. Әйел оларды өзінің балалары мен бауырларын деп атайды. Олар алау тұтатады, жүгіреді, айғайлайды, билейді. Ал сосын босанған әйелдің үстіне ақ жайманы жабады және одан көп ұзамай әлдебір қызыл сұйықтық аға бастайды. Алан таң атардан бұрын есін жияды. Ол тағы да жабайлықпен айғайлауда. Үйшіктің қожайыны оның торына жақындайды және ер адам осында қалуға дайын екенін мәлімдейді. Онымен бірге оның сарайында және баланы бірге тәрбиелейтін болады. Алайда әйел бас тартады. Ол одан қалағанның бәрін алып қойған. Енді ер адам оған керек емес. Келесі күні үйшіктің қожайынында толғақ басталады. Оның жағдайы нашарлағаны соншалықты, ол кілтті алады да Алан отырған тордың есігін ашады.
Ол ер адамнан көмек сұрап жалбарынады. Шамасы ол өз бетінше босана алмайтын сияқты. Алан тордан шығады. Ол жас өспірімдердің төменге баспалдақты түсіргендерін көреді. Әйел жерге құлайды және оның әппақ көйлегінде қызылдақтар пайда болады. Оның айғайы бүкіл шөл даланы қамтиды. Бұдан кейін қараңғылық орын алады және нәрестенің жылауы естіледі. Алан баспалдаққа бір өзі асығуда. Алайда нәрестенің жылаған дауысын естігесін, кері бұрылады да артқа оралады. Ол әйелдің де, оның сәбиінің де аман қалғандарын көреді. Алан сәбиді қолына алады да қуаныштан жылайды. Ал сосын оны анасына қайтарады. Біздің кейіпкеріміздің арқасынан қолындағы пышағымен жас өспірімдердің ең ересегі пайда болады. Алан өзінің тапсырмасын орындады және оның енді қажеті жоқ. Қасынан басқа да жас өспірімдер пайда болады. Олар өздерінің аналарының еркін орындады. Әйел Аланның барлық заттарын жинайды да оларды үлкен жәшікке жасырады. Оның кереуетінде нәресте жатыр. Үйшіктің қожайыны сәбиді қолына алады да оны нәзік еркелетеді. Аланның өзі болса шыбындарға түскі асқа айналады. Ал оның саусағы біз фильмнің ең басында көрген балақайдың ойыншығына. Жас өспірімдер тіпті оның денесін алып тастауға да әуре болмады. Достар, шоу ұнаса лайк басып пікірге өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Сондай-ақ арнаға жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін бұл бірнеше секунд, ал мен үшін 100 000 жазылушыға бастап барар үлкен қадам. Тезірек 100 000-ға жеткізіп тастайық. Келесіде кездескенше.